Сәлем достар! Бүгін біз сіздермен қатерлі ісіктің басты белгілері қандай? Сол туралы айтатын боламыз. Видеоны қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп кетіңіз. Онкологиялық ауруларды ертерек анықтау оны сәтті емдеу мүмкіндігін арттырады. Алайда, бұл ауру бастапқы кезектерде мүлде байқалмауы мүмкін. Оның дамып келе жатқанын және жақын арада күрделі проблемаға айналуы мүмкін екенін қалай анықтауға болады? Ең көп таралған қатерлі ісік түрлері және 2-5 жыл бұрын білінетін алғашқы белгілері мынандай. Өкпе және бауыр қатерлі ісігі. Бірінші симптомы: суық тиген кезде температура болмайды. Бұл иммундық жүйенің тым әлсірегенінің белгісі. Ол толық жұмыс істей алмайды, сондықтан зиянды вирустар мен бактерияларға қарсы реакция жоқ. Екінші симптом: 2-3 жыл ішінде түнде жиі оянасыз. Егер сіз түнгі сағат 1 және 3 аралығында оянсаңыз, бұл бауыр қатерлі ісігінің белгісі. Таңғы 3-тен 5-ке дейін оянып кететін болсаңыз, сізде өкпе қатерлі ісігі пайда болуы мүмкін. Үшінші симптом: сізде әлсіздік пен шаршау басым, тез салмақ жоғалтасыз. Бұл қалыпты метаболизмді сақтауға және денені тазартуға жауап беретін бауыр қатерлі ісігінің белгісі. Екінші, сүт безінің обыры. Сүт бездеріндегі кез келген түйін, емізік пішінінің немесе түсінің өзгеруі осы аурудан хабар береді. Жүктілікке немесе етек цикліне қатысы жоқ, кенеттен пайда болған кеуде аймағының ісінуі, бөртпе тітіркендіру кезінде де маммологқа көріну керек. Ішек қатерлі ісігі. Негізгі симптомы ұзақ уақыт, яғни бірнеше ай немесе жыл бойы іш қатуы. Ол ішектің шырышты қабығының зиянды токсиндермен тітіркендіреді. Бұл қатерлі ісік дамуының тағы бір факторы. Негізгі дәретханаға барудың ең дұрыс уақыты таңертең оянғаннан кейін. Дене жиналған токсиндерден босатылуы керек. Ал егерде дәретханаға 2-3 күнде баратын болсаңыз, дәрігерге көрінгеніңіз дұрыс. Ішек қатерлі ісігі пайда болардан 2-5 жыл бұрын мынандай белгілер байқалады. 2 жыл бойы сізде безеу шықпаған. Тіпті егер сіз осы уақыт ішінде ащы және майлы тағамдарды көп мөлшерде тұтынсаңыз да, сізде аштық сезімі жоқ. Денеңіз үнемі қызып ысып тұрады, бірақ температура төмен. Тері икемділігін жоғалтады. Кешке қарай аздап температураңыз жоғарылауы мүмкін. Біздің ақ бөлігінде көрінетін қан тамырлары пайда болады. Ол белгілер ағзадағы қатерлі ісік пайда болып жатқанын білдіретін хабаршы саналады. Оны елемей, өткізіп алсаңыз, 2-5 жылдан кейін сізге онкологиядан емделуге тура келеді. Денсаулығыңыз мықты болсын. Егерде видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет.